Сәлем достар, менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет және менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Кореяда бакалавр, магистратура және докторантураны тегін оқуға мүмкіндік беретін Global Korea Scholarship бағдарламасы туралы айтып беретін боламын. Жалпы мен өзімнің YouTube каналымда шетелге тегін білім беруге мүмкіндік беретін түрлі бағдарлама, грант туралы айтамын. Ол бағдарламалардың қатысу үшін қандай құжаттар қажет, қандай емтихандарды тапсыру керек және құжат қабылдау уақыты қашан басталып, қашан аяқталады. Сонымен қатар ол бағдарламаға кімдер қатысып, кімдер қатыса алмайтыны туралы өте пайдалы ақпараттарды қамтимын. Сондықтан да менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар және менің видеоларым берген ақпараттың пайдалы деп тапсаңыздар, мені қолдау мақсатында лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі видеода сол сұрақтарыңызды қамтуға, сол сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіз өтініш толтыруыңыз қажет, және де мотивациялық хат жазуыңыз керек, 2 адамнан мінездеме хат беруіңіз керек, және де бакалаврға өтініш білдірсеңіз, мектеп бітіргеніңіз туралы аттестат, және де мектепте алған бағаларыңыз. Ал егер сіз магистратураға өтініш білдірсеңіз, бакалавр бітіргеніңіз туралы диплом транскриптпен, ал егер докторантураға өтініш білдірсеңіз, онда магистратураны бітіргеніңіз туралы диплом және транскриптпен. Сонымен қатар медициналық тексеруден өткеніңіз туралы анықтама. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіз және сіздің ата-анаңыз Қазақстан азаматы болуы тиіс, және де сіз бакалаврға өтініш білдірген болсаңыз, жасыңыз 25-тен аспауы тиіс. Ал егер сіз магистратура немесе докторантураға өтініш білдірсеңіз, жасыңыз 40-тан аспауы тиіс. Сонымен қатар бұл бағдарламаға қатысу үшін сіздің GPA балыңыз 80%-дан төмен болмауы тиіс. Бағдарламаларға қатысу үшін сіздің физикалық және эмоционалды, психологиялық денсаулығыңыз мықты болуы тиіс. Егер сіз мүмкіндігі шектеулі жан болсаңыз, бірақ бұл сізге шетелде білім алуға ешқандай кедергісін келтірмесе, онда сізде бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Бұл бағдарлама тек қана 4 жылға созылатын оқу бағдарламасын қаржыландырады. Ал Кореяда кейбір мамандықтар 4 жылдан көп оқытылады. Мәселен, фармацевтика, архитектура және де тағы да басқа. Сондықтан да осыған аса мән беруге кеңес беремін. Және де сіз осы бағдарламаға өтініш білдірген кезде өзіңіз оқығыңыз келетін 1-2 университетті көрсетсеңіз болады. Сіз құжаттардың барлығын 4 пакетпен өткізесіз, яғни А4 форматындағы 4 конвертке салуыңыз керек. Бірінші конвертте барлық құжаттардың түпнұсқасы болу керек. Қалған 3 пакет ол сіздің сол түпнұсқаның көшірмелері болу тиіс. Барлық құжаттар кәріс немесе ағылшын тілінде берілу керек. Егер де кейбір құжаттар орыс немесе қазақ тілінде жазылған болса, мәселен мінездеме хат, олай болса оны нотариалды түрде аударылған нұсқасы болуы тиіс. Бұл бағдарлама 3 этаптан тұрады. Бірінші этапты мен сізден атап өттім, яғни сіздің барлық қажетті құжаттардың барлығын жібересіз, және де ол құжаттарды қарағаннан кейін сізбен әңгімелеседі, яғни кішігірім сұхбат өтеді. Егер одан сәтті өтсеңіз, онда сіз екінші турға өтесіз. Және екінші турға өткен үміткерлер өзінің паспортын және медициналық тексеруден өткен туралы анықтама беруі қажет. Одан кейін екінші турға сәтті өткен кандидаттарды осы бағдарлама университеттерге құжаттарын жібереді, және де соңғы шешімді Кореядағы университеттер қабылдайды. Яғни, егер сіздің құжаттарыңыз Корея университеттеріне ұнаса, және сіз оны қабылдансаңыз, онда сіз осы Global Korea Scholarship бағдарламасының стипендиаты атандым деп қуануыңызға әбден болады. Және де егер сіз бір емес бірнеше Корея университетінен шақырту алсаңыз, яғни бірнеше университетке түскеніңіз, онда сіз өзіңізге ең ұнағанын таңдауға құқығыңыз бар. Бұл бағдарламаның стипендиаты атансаңыз, Global Korea Scholarship бағдарламасы толықтай сіздің оқу ақыңызды төлейді. Ай сайын сізге стипендия төлейді. Және де Кореяға барып келу ұшақ билетіңізді сатып алады. Және де сіздің зерттеу жүргізуге қаржылай көмек көрсетіледі.
Және де егер сіз корей тілін жетік меңгермеген болсаңыз, онда сізге 1 жыл Қазақстанда кәріс тілін үйретеді. Және де сіздің диссертацияңызға кететін шығындарды өтейді. Сонымен қатар медициналық сақтандырудың шығынын өтейді. Егер осы бағдарламаға қатысамын, өтініш білдіремін, Кореяда бакалавр, магистратура немесе докторантураны оқимын десеңіздер, онда сәттілік серігіңіз болсын. Сау болыңыздар.